Қайырлы күн, балалар. Ал, балалар, өткен сабақта біз қай сөз табын өттік? Әрине, етістікті өттік. Етістіктің сұрақтары. Кәне есімізге түсірейікші. Не істеді, не қылды, қайтты. Ал енді балалар, 6-шы жаттығудағы суретке қараймыз. Суретте не көріп тұрмыздар? Бұл қай мезгіл? Енді жаттығудың берілгенін оқиық. Суреттердің көмегімен мәтін құрастырып жаз. Мәтініңді көңілді көктем табиғат ұйқысынан оятты сөйлемнен баста. Жалпы мәтінге қандай тақырып қойсақ болады? Әрине, көктем келді, көңілді көктем, көктем. Осылай тақырыптар қоюға болады екен. Ал енді мәтініміздің алғашқы сөзін, сөйлемін көңілді көктем табиғатты ұйқысынан оятты сөйлемнен бастап жазамыз. Балалар, естеріңізде болсын. Кез келген мәтін қандай жолдан басталып жазылады? Азат жолдан бастап жазылады. Олай болса, кеттік. Бес сөйлемнен тұратын мәтін құрастырып жазамыз. Суретке қарап отырып. 3 минут уақыт.